емізесің ғой, тек емшектің ұшын ғана не қылмай, до конца баланы апару керек. Кәдімгі емген кезде от души аузында толықтыру керек. Мына ұшы, емшектің ұшы бар ғой. Бірден түсінесіздер ма? Екі жағымен емізіңіз, бір жағымен емізе бермей. Бір жағымен емізе берсеңіз, мойын бір жаққа қарап қалады да, екі жағымен кезектесіп еміз. Сәлем құрметті менің YouTube көрермендерім, бүгінгі тақырып жаңа туылған балаға жасалатын массаж жайлы айтқым келіп жатыр, және кішігірім практика жүзінде бір көрсетіп өткім келіп жатыр. Не үшін жасалады, қандай пайдасы бар деген сияқты. Ең алдымен давайте видеоға лайк басып кетейік. Обязательно лайк басып жіберіңізші осы видеоға. Сосын каналыма бірінші рет келіп тұрсаңыз, төменде подписаться деген қызыл кнопка тұр. Қарап көріңізші төменде. Соның үстін басып жіберіңіз, тіркелмеген болсаңыз. Себебі алдағы уақытта көптеген пайдалы ақпараттар беретін боламын. Сол кезде мен видео салған кезде YouTube каналыма сізге бүйтіп көрініп тұрады да, Махамбет видео салды, қара деген сияқты. Солай видеомды жалғастырамыз. Достар, жаңа туылған балаға жасалатын массаж жайлы айтып өтейін, және де бір кішігірім көрсетіп өтейін енді куклаға. Достар, негізі жаңа туылған балаға кәдімгі обычный массаж жасалмайды, есіңізде болсын. Просто мысалы шомылдырып боласыз, есіңізде болсын, шомылдырғаннан кейін жасалады. Шомылдырмай тұрып, массаждан кейін сразу шомылдыруға болмайды, есіңізде болсын. Егер мысалы баланы шомылдырасыз ғой, жаңа туылған баланы 40-на дейін шомылдырады, тұзбен, марган соққымен деген сияқты. Шомылдырып болғаннан кейін майлап, то есть шомылдырмай тұрып, майлап, уқалап, одан кейін артынша шомылдыратын болсаңыз, балаға салқын тигізіп алуыңыз мүмкін. Түсінікті ғой, айырмашылығын қараңыз. Шомылдырмай тұрып, не алуға болмайды. Бірінші шомылдырып аласыз баланы, содан кейін барып үстіне полный аллергия бермейтін май, өзі май бар, baby oil деген. Бұйырса келесі тақырыптарда арнайы майға видео түсірем. Хорошо? Май туралы, қандай май жағу керек туралы каналға тіркелмеген болсаң, тіркеліп кетіңіз обязательно. Арнайы қызыл май немесе baby oil деген бір маслалар бар, аллергия бермейтін майда балаға. Сонымен полный неғыламыз, полный денесіне жағып шығамыз, қатты шылғытпаймыз. Легкий, достар, легкий, қатты массажда оқыланбайды негізі. Қатты массажда оқыланбайды. Чтобы жауырындары, иықтары жабысып қалмас үшін, мойындары бір жаққа немесе оңға солға жабысып қалмас үшін, сіз ЛФК жасайсыз балаға, ЛФК гимнастикада, чтобы 40-на дейін аяқтарын созып, қолдарын созу керек обязательно. Чтобы мұнан қара, міне, айналдырып, қатты емес еді, нормальный бітеп, чтобы ішіне де жел қарыспас үшін. Көрдіңіз ғой, осылай көрініп отырмын өзі. Куклаға көрсетейінші, бала болмай тұр. Міне осылай жақсылап жасайсыз, ешқандай қиындығы жоқ. Міне кәдімгідей осындай ЛФК-лар жасайсыз. Баланың 1 жасына дейін да. Кішкене енді уқалап шығасыз, легкий, полный легкий бір жүргізіп шығасыз маймен да, сипалап шығасыз да. Атақ қатты бейт пыршылау оқылау болмайды. Кішкентай бала өзі, енді жаңа туылған бала, оған қайт массаж істейсің. Просто гимнастика жасайсың да, гимнастика. Түсінесіздер ма? Жауырын жабыспас үшін, иығы жабысып қалмас үшін, мойындар жабысып қалмас үшін, аяқтары құрсып қалмас үшін, дисплазия болып кетпес үшін деген сияқты ЛФК обязательно үлкен рөл ойнайды. Осылай жақсылап қолдарын, мысалы, міне, қолдарын осылай от души жатқызып аласыз да, абайлап. Сосын қолды бар ғой, бұлай X қылып істемеңіз. Балаға өте зиян бұл. Міне, қолды бұлай X қылып істеуге болмайды. Керісінше бұлай істесеңіз болады, міне. Бұлай жоғары, төмен деген сияқты. Міне, жоғары, төмен. 1, 2, 3. Бір, аккуратно, абайлап, үй жағдайында осылай балаға ЛФК гимнастика жасаймыз, чтобы жауырындар жабыспас үшін, денелер құрсып қалмас үшін. Полный. Міне, баланы осылай ішпен жатқызамыз. Көп ішпен жатқызыңыз, достар, жаңа туылған баланы ішпен жатқызыңыз обязательно. Себебі ішпен жатқызып, кішкентай кезінен туылғаннан бастап үйрету керек та. Уже ішпен жатып үйренсе, бала уақытысында уже мойнын 2-3 айынан бастап тез қатаятын болады. Мойнын ұстайды, тез қатаяды да, мойын бол шығады. Потом уақытысында еңбектейді, уже 6 айында еңбектейді, 6 айында отырып бастайды, уже көрдіңіз бе, бәрін уақытылы істейді. Ішпен жатқанның қандай пайдасы бар? Мына бел омыртқасы тез қатаяды, мойын бұлшық еті тез қатаяды, мына қолдары тез қатаяды, мына қолдары бар ғой. Ішпен жатқан бала енді бір жайында жатпайды, отырыңыз. Тыпыршиды. Уже алға ұмтылады, әрекет жасайды да.
сөйтіп мына қолдарынан да гимнастика болады, уже әрекет жасайды. Потом жаңағы тез еңбектеуіне әрекет жасайды деп отырмыз ғой. Мына аяқтарда тыныш жатпайды ғой. Аяқтарында қимылдатады. Сөйтіп тез еңбектеп кетеді дегенім ғой сіздерге. Пайдасы да пайдасын айтып жатырмын. Сондықтан ішпен жатқызып үйрете беріңіз. Потом міне достар, жауырынын жақсылап жауырындарын уқалайсыз, иықтарын уқалайсыз. Жаңа туылған баланың да иықтарын, жауырындарын уқалап қойыңыз. Обязательно, чтобы жаңа туылған балада иық, жауырын дегенде тез жабысып қалады да. Түсінікті ғой, арқамен көп жатса, бала арқамен көп жатса, жауырыны тез жабысады баланың. Сондықтан жақсылап күніге осылай шомылдырып болғаннан кейін қадағалап не қыласыздар. Потом аяқтарына ЛФК міне 1, 2, 3, 1, 2, 3. Раз, два, три. Аккуратно, асықпай істейсіз ғой, асықпай, мен просто кукла болғаннан кейін тез көрсетіп жатырмын. Раз, два, три. Раз, два, три. Міне, жатқызасыз. Екі жамбасынан ұстаймыз. Міне, раз, два, три. Аккуратно. Кішкентай балаларға көрсетпеңіз бұл видеоны. Өзіңіз ғана істеңіз. Раз, два, три. Көрініп жатыр ма? Бірдеңе түсініп жатсыздар ма өзі? Жоқ, егер дұрыс түсінбей жатсаңыздар, комментарияға жазып кетіңіз, мен кәдімгі живой балаға көрсетейін. Хорошо? Егер сіз дұрыс түсінбей жатсаңыз, мен көрсеткен жаңа куклаға да, реально комментарий жазыңыз. Мен кәдімгі живой балаға, кәдімгі ата-анасынан ұстап сұрайын, мен балаңызға видео түсірейін, көрсетейін деп та. Хорошо? Комментарияға жазып кетіңіз, егер дұрыс түсініксіз болып жатса мына видео. Сіздер үшін ғой бәрі достар, от души бәрін көрсетем. Осылай жаңа туылған балаға достар ЛФК жасаймыз, чтобы 40-на дейін жауырында жабыспас үшін. Ішінде көп колика болады балада, естеріңізде болсын. Ішін жақсылап уқалайсыз. Сосын баланы емізгенде бар ғой, емізесің ғой, тек емшектің ұшын ғана не қылмай, до конца баланы апару керек. Кәдімгі емген кезде от души аузында толықтыру керек. Мына ұшы, емшектің ұшы бар ғой, бірден түсінесіздер ма? Көрдіңіз ғой, егер емшектің ұшы жаңағы до конца апармайтын болсаңыз, балаң аузына ұшын ғана беріп қоятын болсаңыз, содан да балаң аузына жел кіріп, тез колика болады. Колика тез болады содан да. Ішіне жел қарсып, іші тырсып, содан да мазасыздығын жылайды. Сондықтан емізгенде де екі жағымен емізіңіз, бір жағымен емізе бермей. Бір жағымен емізе берсеңіз, мойын бір жаққа қарап қалады да, екі жағымен кезектесіп емізіңіз. Жаңағыдай до конца апарыңыз емшегіңіздің ұшын. Солай, лайк басайық достар видеоға. Каналға тіркелейік, и осы видеоны WhatsApp группаларға жіберіңіз, біліп жүрсін. Енді жаңадан босанған бір қыз келіншектер болса, подружкаларыңыз, туыстарыңыз деген сияқты да, жаңадан босанған келіншектер болса, осы видеоны WhatsApp группаға жіберіңіз, біліп жүрсін деп атқаным ғой. Давайте, аман жүріңіздер.